рет қатарынан үздік шаңырақ атағын ұтып алып, туған елге тағзым тарихи өлкетану экспедициясына келіп тұрық. Дәл қазір мен Green Company жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде орналасып тұрмын. Бұл жерде көкөністер, яғни қияр мен қызанақ өсіріледі. Бұл жылыжай голландиялық технологиялармен жасақталған. Сонымен қатар Батыс Қазақстан облысындағы ең ірі жылыжай болып табылады. Алдағы уақытта біздер Орал қаласының көрнекті мекендері мен сонымен қатар Күй отаны, Жаңақала ауданы мен Шыңғырлау аудандарына сапар шегетін боламыз. Күй отаны Жаңақала ауданы менің туған жерім. Мен осында 6-шы сыныпқа дейін оқып, кейін 2019 жылы Орал қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне оқуға түстім. Биылғы туған елге тағзым экспедициясының барысында бағдарламасында Жаңақала ауданы бар деген кезде мен өте қуанып қалдым. Сөйтіп Оралдағы жатақханаға аттандым. Осы экспедиция барысында мен өзім білген жаңадан деректер біле қоймай, сонымен қатар өзімнің білген деректерге басқа тұстан қарап, өз көзқарасымды өзгерттім. Маған осы экспедиция ұнап жатыр. Біз туған елге тағзым экспедициясының аясында Капустин Яр азғыр полигондарынан зардап шеккен адамдарды сауықтыру мақсатында ашылған Жаңақала ауданындағы сауықтыру орталығымен танысқан болатынбыз. Осы сауықтыру орталығында түрлі емдерге қарсы су, парафин, тұз емдік шаралары қолданылады. Қазіргі таңда өкінішке орай балшықпен емдеу шарасы жүзеге аспауда, себебі балшық Атырау маңынан алып келінеді, яғни жергілікті жердегі балшықтың емдік қасиеті әлі толық зерттелмеген. Сондықтан біз осы жергілікті балшықты емдік қасиетін зерттеу бағытында жоба жазамыз.
қаласы қасындағы ең алғашқы және ең көне қалалардың бірі болып табылады. Соған дәлел қаланың жанында табылған археологиялық ескерткіштер табыста аламыз. Көне қала ретінде тарихи келбеті сақталған. Қаламыздағы тарихи және мәдени ескерткіштер біз үшін сан ғасырлық тарихтың куәсі ретінде аса құнды. Сол себепті тарихи терең Орал сәулеті тақырыбы мені қызықтырды. Себебі ғимараттардың салыну тарихын зерттеу арқылы өркениеттердің байланысын көре аламын. Туған елге тағзым экспедициясының соңғы аялдамасына жеттік. Қазір біз осы ауданда орналасқан әлемдегі ең кіші сарқырама болып танылған жерде жүрміз. Бұл сарқырама 20 ғасырдың басында Нармағамбетпен болыс үйір жылқыларын суару үшін салынған болатын.